Мужчины просят Токаева помочь им с трудоустройством. По словам собравшихся, 160 человек получили образование по профессии нефтяник, им обещали трудоустройство в Озон-Мунай. Работу так и не предоставили. 08-2022 жылы Жаңаөзен жұмыссыз азаматтары Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевқа, Жаңаөзен қаласының әкімі Айбек Қосуақовқа, Узиммунайгаз компаниясының директоры Мақсат Ибағаровқа үндеу. Біз Жаңаөзен жұмыссыз азаматтары ақпан айындағы жұмыссыздық шешу нәтижесінде бізді Ақтау қаласына Жаңаөзен әкімшілігі Узиммунайгаз мекемесі бірлесіп 160 адамды мамандыққа оқытып, тұрақты жалақысы 270-нің 350 мың аралығында жұмысқа орналасуға уәде берді. Қазіргі таңда бізге ұсынылған мекемесі біздің талапқа сәйкес келмейді. Оқытылған мамандық бойынша жұмыс ұсынылған жоқ. Бізді Узиммунайгаз саласына қарасты мекемеге мамандығымыз бойынша орналасуды сұраймыз. Осы мәселені бізге шешіп беруді талап етеміз.